Мен тірі тұрғанда ешкімге осы системаны құртуға мұрсат бермеймін. 30 жыл ел басқарып, ыңғайлы система құрып, сол бүкіл өмірін сарп етіп құрған системаны не үшін өзгертуге қимады екен? Не үшін биліктен кетседе, сол биліктің айналасында неге билікке ықпал етіп жүрді екен? Әлде биліктен айырылсам байлықтан айырылам деп қорқады ма екен? Жоқ, тіпті де олай емес. Ол билікке келген кезде менде екі таңдау бар. Біріншісі туыстарым және жолдастарыммен бірге елді тонап Forbes тізімінде болу, сөйтіп халықты тақырға отырғызу. Екіншісі, я болмаса халыққа адал қызмет жасап елімді 10 алдыңғы қатарлы ел тізіміне енгізу. Мен екіншісін таңдадым деп ел құрметіне ие болып ол Сингапур әкесі атанды. Армысыздар құрметті біліп жүр YouTube каналының көрермендері. Сіздермен бірге мен үміткүл. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге дүние жүзінде ерекшеліктерімен танымал болған таңғажайып тұлғалардың өмірі мен жетістіктерімен таныстырамыз. Біздің каналды жібермей көріп, өзіңізге керегін алып өміріңізге пайдаланыңыздар. Адамның істегенін адам істейді дегендей құрметті менің көрермендерім, сіздерде сондай ұлы тұлға болыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер. Ал кеттік. Бүгінгі біздің кейіпкер әркім менің де осындай елбасым болса екен деп армандайтын Сингапурдың 1989-1990 жылдардағы премьер-министрі Ли Куан Ю. Ли Куан Ю. Кім ол? Не істеді? Ол 30 жыл билікте отырған диктатор ма, әлде бұрынғы біздің билеріміз сияқты ел аманатын мойнына артқан адал азамат па? Ол әлемді таңдандыратындай қандай ғажайып жасады? Елін сүйген азамат. Халық мүддесін өз мүддесінен биік қойып. Не суы, не үй салатын құмы жоқ. 3 түрлі ұлттан, 3 түрлі діннен тұратын халқы бар. Әлеуметтік жағдайы өте шиеленіскен Сингапурды 30 жылда экономикасы дамыған, оңтүстік шығыс Азия елдерінің ішіндегі 4 жолбарыстың бірі болып саналатын дүние жүзінде дамыған ең бай мемлекеттер қатарына қосты. Жемқорлықты түбірімен жойды. Сингапур 1950 жылдары 60 түйір аралдан құралған. 734 шаршы километр тақыр жері бар ел еді. Су мен құмды шетелдерден импорттаған. Екі мұсылман елінің ортасында орналасқан, аннексияға ұшырау қаупінде тұрған. 74% Қытай, 14% Малай, 10% үнді ұлттарынан және 3 түрлі дінді ұстанатын халықтан құралған. Саяси және экономикасы шиеленісіп, қирау шегіндегі тұрған ел еді. Сингапурды есебі мықты, білімді 1959-1990 жылдары премьер-министр Ли Куан Ю дүние жүзінде ең бизнеске ыңғайлы, ең бай ел санатына айналдырды. Бұл жайлы Ли Куан Ю ешкімге керек емес. Ешкім келмейтін Сингапур қазіргі уақытта дүние жүзіндегі басты сауда орталығына айналды. Егер біз ары қарайда осы тұрақтылықты жіті қадағаламасақ, Сингапур қайтадан ешкімге қажет емес бір түйір қара жерге айналады деді. Ли Куан Ю 7 рет премьер-министр болып сайланып, 31 жыл ел басқарған және өмірінің соңына дейін Сингапурдың билігіне ықпал етті. Ли Куан Юдің табандылығының арқасында Сингапур даму динамикасымен дүние жүзін таңдандырды. Бизнес жүргізуге жайлы болғандықтан дүние жүзіндегі ірі қаржы корпорациялары Сингапурде офистерін ашты. Бірінші кезекте сот жүйесін тазартты. Жемқорлармен ауыз жаласқан сатқын соттарды жаппай жұмыстан шығарып, қателесіп отырған жоқсыз. Жемқорлықты жою. Тура осы. Соттаушы органдардан басталды. Олардың орнына білімді адвокаттарды. Жылдық жалақысын $100,000 етіп тағайындап және әр сот, әр әрекет үшін парламент алдында есеп беретіндей міндеттеді. Ли Куан Ю барлық әрекеттер мен шешімдерді жіті қадағалап, назарынан қалт жібермеді. Бұл жайлы Ли Куан Ю жемқорлықты жеңгің келсе, алдымен 3 досыңды түрмеге отырғыз. Сен және олардың өздері біледі, не үшін екенін дейді. Елдегі түбегейлі өзгеріс өз жемісін бере бастады. 1963-1970 жылдар арасында Сингапурге шет елдік компаниялар, ірі өндіріс ошақтары жаппай келе бастады. Микробиологиялық, техника, электроника,
дәрі-дәрмек өндіретін халықаралық компаниялар үшін Сингапур билігінің қорғауындағы статусы өте ыңғайлы болды. Көп инвесторларды елдегі көтеріліс жайлы заңнамасы қызықтырды. Жұмыс берушінің құқығы басым болды. Ли Куан Ю, Сингапур билеушісі, болаттай берік болу керек, я болмаса орнын босату керек. Бұл ойын емес. Бұл халықтың тағдыры. Мен осындай өмір құру үшін бүкіл өмірімді сарп еттім. Мен тірі тұрған кезде. Бұл системаны ешкімге қиратуға мұрсат бермеймін деді. Сингапурдың экономикасының таңғажайып дамып кетуі. Бұл тіпті де сиқыр емес. Бұл сол кездегі Ли Куан Ю басқарған биліктің егжей-тегжейлі есеппен білікті жүргізілген даму жолы еді. Шетелден инвестиция тарту мақсатында елдің ішкі саяси, қаржылық мәселелерін түбегейлі өзгертті. Тіпті Сингапур азаматтарының жеке өмір салты мен мәдени ұстанымдарын жіті қадағалап, халықты баласындай тәрбиеледі. Сингапурдың шетелдік инвесторлар үшін барынша тартымды және қауіпсіз болуын қалаған. Ел қамқоршысы жемқорлықты жойды. Мінез-құлық ережесін енгізді. Мысалы, көшеде қоқыс шашса, түкірсе, темекі шексе, сағыз шайнаса, дауыс көтеріп сөйлессе, ән айтса, сүйіссе, жалаңаш жүрсе, тамақты белгіленген жерде жемесе, үлкен мөлшерде айыппұл салды. Сингапурда азаматтардың кешкі уақытта жол кептелісін болдырмау мақсатында жұмыс уақыты біткеннен кейін жолда қол көтеріп тұрған жолаушыны жолай тегін жеткізіп тастауын билік талап етті, және оны жол полициясы қадағалады. Орындалмаған жағдайда айыппұл салынады. Осындай айдаһардай арынды, қатал ережелердің арқасында қазір Сингапур әлемдегі ең таза және жанға жайлы елдердің бірі. 2015 жылы азаматтық қоғам мен сөз еркіндігі мәселесі бойынша Сингапур рейтинг бойынша 157 орынға түсті. Барлық ақпараттық құралдар қатаң тексеруден өтеді. Ли Куан Ю сын көтере алмайтын, және ол лидерді сынау оның беделін түсіреді деп ойлайтын. Шетелдік бақ өкілдерінің газет, журналдарының сатылуына рұқсат бергенімен елдің ішкі саясатына араласуға рұқсат етпеді. Сингапурде әлі күнге дейін заң бұзушыларды азаматтығына қарамай дүре соғу тәсілімен жазалайды. Ли Куан Ю дүреден ешкім өлмейді, бірақ тәртібін түзеуіне көмектеседі деді. Және Сингапурде ауыр жаза, ол өлім жазасы. 2015 жылы 23 наурызда Сингапур халқы Ли Куан Юді ақтық сапарға аялап, аяқтарынан тіке тұрып, қимай шығарып салды. Сингапур халқы олардың жақсы өмір сүруі тап осы кісінің арқасында екенін біліп, оның жанұясына көңіл айту хатын жолдап, қайғысына ортақтасты. Дүние жүзілік саясаткерлерде Ли Куан Ю егер табиғи ресурсы бай мемлекетке басшы болса, онда ол сол мемлекетті дүние жүзінде экономикасы мықты бірінші деңгейдегі ел етер еді деген пікір бар. Ал менің Ли Куан Ю жайлы жеке пікірім. Ол саналы, өмірдің қамшының ұшындай. Қысқа екенін түсінген. Және о дүниеге кебіннен басқа еш нәрсе алып кете алмайтынына ақылы жеткен. Ақша емес, адамның ризашылығы жанын рахаттандыратын білген азамат. Нағыз елбасы. Ел басқару мүмкіндігін өте дұрыс пайдаланған. Құрметті азамат. Байлық емес, адамның мәртебесін көтеретін. Дұрыс тәрбиеленген ұрпақ. Ли Куан Ю 30 жылдық өз еңбегі жайлы 3 кітап жазды. Кітаптары ел алдында ақталу, я болмаса болашақ алдындағы жалған ақпарат беретін тарих емес. Себебі тарихты бір адам емес халық жазады. Барлық нәрсе салыстырмалы түрде бағаланады. Айналайын халқым, сіздер төреші. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және менің сұрағыма жауап беруіңізді өтінемін. Егер сіз Қазақстан Республикасына президент болсаңыз, осынша жер байлығымен және сабырлы халқымен оны қалай тигр мемлекет етер едіңіз? Әлде өзіңіз тигр болып жүресіз бе?